өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды. Ғылымда, ақылда сақтайтын мінез деген сауыт болады. Тіл, жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Есімім Қуатқан Жарылқасын. Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Биыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы. Барша қазақстандықтарды осы атаулы мерекемен құттықтаймын. Абай Құнанбайұлының философиялық шығармалары мына 5 күндік өмірдің мән мағынасын ашуға бағытталған. Сол тақырыптағы Нұрлы аспанға тырысып өскенсің атты өлеңді оқып берейін. Нұрлы аспанға тырысып өскенсің сен, менмен кердең қайғысыз ер көңілмен, жазғы тұрым жасырып жердің бетін, жайқалып жаңа өскен егінмен тең. Сонан бері рақымсыз көп жыл өтті, орақ келер орлар мезгіл жетті, жылы менен суықтың бәрін көріп, қайран көңіл қайыспай қайрат етті. Ауыр ойды арқалап ауырған жан, қайғы қасірет жүзіңе белгі салған, дәні толық басауыр егіндей-ақ сенің де басың имек жерге таман. Өлейін деп тумайды өлерлік жан, әсті өлмесін білгендей қылық қылған, ажал келіп бас салса жандырласа, өмір қайда, сен қайда соны дойлан. Адамзат бүгін адам ертең топырақ, бүгін өмір жарқылдап алдар бірақ, ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың ойлашырақ.